Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 75-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз заттың қимылын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу: мәтінді түсініп оқы, мазмұнын айт дейді. Ағаштар. Ағаштардың ауа тазартудан басқа да пайдасы өте көп. Олар көптеген құстар мен жәндіктерге қорек береді. Аң құстарды ыстық күннен, қатты желден, жауыннан қорғайды. Олардың түбінде саңырауқұлақтар өседі. Кейбір ағаштар суықтан қорықпайды. Қысы жасыл қалпында сақталады. Сондай ағаштың бірі шырша. Ағаштардың көп өскен жерін орманды алқап дейді. Олар жер бетінің көп бөлігін алып жатыр. Хрестоматиядан алынған мәтін екен. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар және мәтінде қарамен берілген сөздерге сұрақ қой дейді. Сұрақтарға жауап береміз балалар. Екінші жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз. Қайың тез өседі, одан үй жиһаздарын жасайды, қабығынан дәрі дайындайды. Заттың қимылын білдіретін сөздерге сұрақ қой, олардың байланысын тап дейді. Қайың не істейді? Тез өседі. Одан не жасайды? Не істейді? Үй жиһаздарын жасайды. Қабығынан дәрі дайындайды дейді. Не дайындайды? Дәрі дайындайды. Үшінші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, шыққан сөздер туралы білетініңді айт дейді. Шырша, қарағай, емен, қайың сөздері шығады екен.